Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен фонетика тарауы туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Фонетика тіл дыбыстарын зерттейтін ғылым. Дыбыс сөздің ең кішкене бөлшегі. Дыбысты айтады және естиді. Әріп дыбыстың жазбаша таңбасы. Әріпті жазады және көреді. Әріптердің рет-ретімен тізілген жиынын алфавит дейді. Ауаның кедергісіз шығуы арқылы жасалып, үннен ғана тұратын дыбыстарды дауысты дыбыстар деп атайды. Қазақ тілінде 9 дауысты дыбыс бар. А, Ә, О, Ө, О, Ү, О, Е. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке болып бөлінеді. Жуан дауыстылар А, О, О. Жіңішке дауыстылар Ә, Ө, Ү, И. Дауыссыз дыбыстар үнді, ұяң, қатаң болып 3 топқа бөлінеді. Үнді дауыссыз дыбыстар Р, Л, И, У, М, Н, Ң. Ұяң дауыссыз дыбыстар Б, В, Г, Ғ, Д, З, Ж, Х. Қатаң дауыссыз дыбыстар П, Ф, К, Қ, Т, С, Ш, Щ, Х, Ц, Ч. Сіздермен болған Әсемнұр. Келесі тақырыбымыз фонетикалық талдауға арналады. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.